Саламатсыздар ма, құрметті білім алушылар. Мен Дулатов Ықылас Дулатович, заң ғылымдарының кандидатымын, қылмыстық құқықтың зерттеушісімін. Осы Болашақ университетінде аға оқытушымын. Осы қылмыстық құқықтан, сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастырудан дәріс беремін студенттерге. Мен бүгінгі сабағымыз енді осы сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру сабағында нормативтік актілермен жұмыс істеу, нормативтік актілерді, заңнамаларды қолдану. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыруда біз алдындағы сабағымызда айттық қой. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы сана қалыптасу керек, сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұра білу керек, қабілеті болу керек, және де адамгершілік, парасаттылық, адалдық, әділдік, заңдылық қағидаттары, әдеп нормасының қағидаттары сақталу керек деп. Осы аталған құндылықтардың барлығы реттеу үшін реттеліп, ол қоғамда жүзеге асу үшін, қоғамда ол орындалу үшін әрине нормативтік актілер, нақты айтқанда заңдар болуға тиісті. Бізде заңдар осы аталған құндылықтарды реттеп отыратын заңдарымыз бар. Бірінші тарапта мен әдеп кодексін айтқым келіп отыр, әдеп кодексі. Әдеп кодексінде Қазақстан Республикасында 2015 жылдан бастап әдеп кодексі бізде қалыптасты. Әдеп кодексінде азамат мемлекеттік қызметшілердің, лауазымды тұлғалардың қызметте қарым-қатынасы жайлы көрсетіледі. Демек, қызметтен тыс уақытта қызметшілердің арасындағы қарым-қатынас. Нақты айтқан кезде бұл жерде қызметшілердің арасындағы қарым-қатынаста әділдік сақтау, алдында айтқанымыздай адами қарым-қатынасты сақтау, әдептілікті сақтау, берілген тапсырмаларды уақытында мерзімге сәйкес орындап отыру, және де берілген тапсырмаларды заңға сәйкес орындап отыру, заңдылық қағидатын қатаң сақтап отыру. Қызметте қатаң бақылаудың болуы, ішкі құрылымда, мемлекеттік органдарда болсын, коммерциялық ұйымдарда болсын, кез келген мекемелерде ішкі құрылымда қатаң бақылаумен тәртіп болмай, қатаң бақылаумен сол әдепті қарым-қатынасты, қызметтік бұлай саналы қарым-қатынасты жүзеге асырмай, тәртіпте ешқашан болмайды. Сонымен қосымша тағы да бір айта кететін заңымыз сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заң. Осы 2016 жылдың 1 қаңтарынан бастап біздің мемлекетімізде сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заң қабылданды. Заңның өзі 27 баптан тұрады. Ал 1998 жылы сыбайлас жемқорлықпен күрес туралы заң қабылданған болатын. Сыбайлас жемқорлықпен күрес заңы осы 2016 жылға дейін қызметін атқарып келіп, қазіргі уақытта ол сыбайлас заңды күшін жойды. Ал сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заң өзі қазіргі уақытта заңды күшіне еніп, көптеген міндеттерін өзінің бағыттарын атқарып келе жатыр. Көрсеткіштері қазір өте көп. Осы сыбайлас жемқорлықпен күрес туралы заңда қазіргі заңнамадағыдай сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру деген бап болмаған, тақырып болмаған. Өйткені ол 1998 жылы қабылданған заң, сыбайлас жемқорлықпен күрес заңында негізгі бағыт осы жемқорлықпен жасаған қылмыстармен, құқық бұзушылықтармен күрес, оның алдын алу, және де ең басты жауапқа тарту болатын. Жауапқа тарту, анықтау, сыбайлас жемқорлық қылмыстарды анықтау, тергеу жүргізу, және де жауапқа тарту. Қазіргі уақытта сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңның басты міндеттерінің бірі, ол бірінші тарапта сыбайлас жемқорлықпен жасаған қылмыстарды анықтап, жауапқа тарту болатын болса, екінші бір басты міндет ол сыбайлас жемқорлықтың алдын алу, демек болдырмау, жолын кесу, тыю, алдын алу. Осы жерде сыбайлас жемқорлықтың алдын алуда ең альтернативті, ең алғышартты, ең үлкен рөл атқаратыны
бұл осы сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру. Осы жағында тағы да бір біз алдында айттық, бұл жағында мәдениетті қалыптастыру сонымен қоса жаңағы мемлекеттік қызмет туралы заңмен де тығыз байланысты деп есіңіздер. Өйткені мемлекеттік қызметте де көрсетіледі. Егер де жаңағыдай мемлекеттік қызметшілер, лауазымды адамдар қызметінде жаңағыдай немқұрайлылық танытатын болса, жауапсыздық танытатын болса, болмаса жаңағыдай әйтеу мынау өзінің қызметінде мынау қызметке кір келтіретін тәртіпсіз жаңағыдай қылықтар жасайтын болса, бөтеннің мүлкін иемденетін болса, қарамағында қызметшілерге заңсыз тапсырмалар беретін болса, заңсыз сыйақылар алатын болса, мінекей осындай бір әрекеттер бойынша жауапкершілік көрсетіледі, тәртіптік жауапкершілік. Ал енді осының барлығында жаңағыда айтқанымыздай осындай бір құқық бұзушылықтардың барлығын болдырмаудың бірден бір шарты, алғы шарты, ол жаңағыдай сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру. Демек, жемқорлыққа қарсы сананы қалыптастыру және де жемқорлыққа қарсы жаңағыдай тұра білу қабілетін қалыптастыру. Көптеген жағдайда мемлекеттік қызметте лауазымды тұлғаларда арасында әрине сыбайлас жемқорлық қылмыстары бойынша жауаптылықтың бар екенін қылмыстық кодексте 361 бап пен 171 бап аралығында жазалардың көрсетілгенін кешіріңіздер. Ол бойынша жаңағыдай ауыр жазалардың бар екені нақты біліп жүреді. Бірақ осындай заңсыз қадамға көптеген жағдайда лауазымды тұлғаларды өзінің жаңағыдай заңдылық қағидатын сақтамау, заңсыздықты жүзеге асыру, адалдық қағидатын сақтамау болатын болса, екінші тарапта бұндай қадам жасауына тәкаппарлық, өзінің жаңағыдай бар ғой, жауапқа тартылмаймыз, бұл алынған қаражат, алынған ақша ізі білінбей кетеді дегендей пікірде болу, жалған пікір, былайша айтқанда, өзін жалған пікірде болу. Және де осы жалпылай кейбір мемлекеттік қызметшілердің өзінің жалпылай көрдіңіз ба, заңдылық қағидатына немқұрайды қарауы, заңдылықтарға, заңнамаларға орындауға жаңағыдай өзінің бір сондай бір өзінің атқаруына немқұрайды қарауы. Енді біз кейде байқаймыз, кейбір азаматтардың арасында да, кейбір мысалы үшін лауазымды тұлғалардың арасында да сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жасауға ынта болмайды. Ынта, табандылық, жігер сияқты қадамдар жасалмайды. Сондықтан да осы жерде ескеруіміз керекпіз. Лауазымды тұлғалардың арасында, мемлекеттік қызметшілердің арасында, мекемелерде, ұйымдарда, коммерциялық ұйымдарда, оқу орындарында болсын, кәсіпкерлік салада болсын, басшылар да, қызметшілер де осы жемқорлыққа қарсы жаңағыдай іс-қимыл жүргізуге ынтасы жоғары болғаны өте дұрыс. Табанды, жігерлі қадамдар жасағаны да өте пайдалы болады. Өйткені неғұрлым біз сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылды жүргізуде табандылық, жігерлілік, ынта, үлкен бір ынта көрсетіп, оған бір мақсатпен шынайы жаңағыдай батылдықпен барлық бағытта ол әрекетті жасайтын болсақ, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылды, онда әрине қоғамда жемқорлық әрекеттері азайып отырады. Жастардың, қоғамда азаматтардың мемлекеттік қызметке деген сенімі күшейеді. Және де осы жемқорлыққа қарсы күрестің бар екені, жемқорлыққа қарсы күрестің жүріп жатқаны шынайы ашық түрде көрсетіледі. Бұқаралық ақпарат құралдары осы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылда үлкен рөл атқарады. Біз осы жанды бұқаралық ақпарат құралдарының сондай қоғамдық күшін молынан пайдалануымыз керекпіз, барлық бағытта пайдалануымыз керекпіз.
телехабарлардан және де осы мынау интернет желісінде, YouTube каналдарында жемқорлыққа қарсы тақырыптарға басшылар, ғалымдар, қызметшілер көбірек тақырыптар жүргізіп, дәрістер жүргізіп, үгіт насихат жүргізіп отыруы өте пайдалы. Жалпылай қоғамда халық, жеке азаматтар халық. Қоғамда болып жатқан жағдайдың барлығын деймін жағын нақты көріп, былай жағдай бақылап отырады, біліп отырады, бағалап отырады және де. Сондықтан жаңағыдай мемлекеттік қызметте болсын, басқа коммерциялық ұйымдарда болсын, мекемелерде, ұйымдарда болсын, жемқорлыққа қарсы күрес, іс-әрекет, іс-қимыл барлық бағытта батыл, табанды, жігерлі атқарылып жататын болса, онда жаңағыдай сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресіміздің жалпылай көріністерін, нәтижелерін көре бастайтын боламыз да. Осы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңда ашықтық пен жариялық қағидаты бар. Осы бір екі қағидаттың орындалуы өте маңызды. Өйткені ашықтық қағидаты неғұрлым орындалған сайын, ашықтық пен жариялық қағидаты қоғамда неғұрлым былай жан-жақты толыққанды орындалған сайын, онда да жаңағыдай жемқорлық көріністері азая бастайды. Демек, қандай да бір жаңағыдай сыбайлас жемқорлық қылмысын жасаған адамдарды жауапқа тарту телехабарлардан, интернет желісінде көрсетіліп жататын болса, бұл көптеген басқа азаматтарға бір жағынан кәдімгідей сабақ, бір жағынан әрине жаңағыдай тоқтам ескерту деген секілді мағлұматта, бағытта айтылып отыру керек. Демек, жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жүргізіліп жатыр, жемқорлықпен күрес жүргізіліп жатыр. Және де осы жемқорлыққа қарсы іс-қимылда батыл, барлық бағытта әрекеттер жүріп жатқаны жөнінен осы жаңа бұқаралық ақпарат құралдары үздіксіз, үнемі, жиі көрсетіп отыру керек дегенге отыр. Осы телехабарлардан әртүрлі жағдай бір адам өлтіру, дене жарақатын салу, әртүрлі қылмыстар, алаяқтық бойынша кинофильмдердің орнына осындай сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес, алдын алу, болдырмау, тыю тақырыптарына, сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру, сананы қалыптастыру, сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұра білу, адамгершілік, адалдық, парасаттылық, әділдік қағидаттарының орындалуы бойынша тақырыптарға прокуратура қызметкерлері, сот қызметкерлері, басқа да ғалымдар, басқа да мемлекеттік органдардың, әкімдіктің қызметкерлері сұхбат жүргізіп, айтып, мысалдар келтіріп, халыққа жаңағыдай жақсы тұжырымды ойларын жеткізіп жатса, ол көп пайдасын келтіреді қоғамға. Нақты айтқан кезде, бұл да сыбайлас жемқорлықтың алдын алудың бір алғышартты қадамдардың бірі болар еді. Әйтсе дағыда осы 2016 жылдан бері қазір 4 жылдың көлемінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңның баптарының барлық жаңағы баптарындағы нормалары атқарылып жатыр, орындалып жатыр. Жаңағыдай ешбір норма орындалусыз қалып жатқан жоқ. Демек, бұл жаңағы заң өзінің жұмысын атқарып жатыр деген сөз. Ең бастысы бұл жерде осы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңның басты міндеттерінің бірі мәдениетті қалыптастыру, алдында айтқанымыздай. Демек, осы мәдениетті қалыптастыруда тағы да бір айта кететін нәрсе бар. Мына азаматтар көбінесе кейде ойлайды, бұл өзі жаңағыдай қалай болады? Неге бұл жаңағыда жемқорлық қылмысы бар? Неге бұндай құқық бұзушылық бар? Әділдік, жаңағыдай заңдылық қағидаты орындалып жатыр ма? Деген сауалдар болады. Я болмаса жаңағыдай осы қылмыстық кодекстің баптарын ашсақ, болмаса қандай да бір сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңды, қандай да бір нормаларды, заңдарды ашсақ, неге бізге кейбір баптардың нормалары, ережелері, диспозициядағы кейбір сөздер бізге түсініксіз, неге ол күрделі дегендей сауалдар туады. Бұл жерде жаңағыдай
бірден бір ескеріп кету керек. Егер де жаңағыдай осындай сауалдар болмас үшін заңгер ғалымдар, мемлекеттік қызметшілер, жергілікті атқару органдарының қызметшілері, акиматтың қызметшілері бар, прокуратура қызметшілері, ішкі істер органдарының лауазымды адамдары халыққа осы жағдай түсіндірме жұмыстарын батыл, жан-жақты, барлық бағытты жүргізіп отыру керек. Өйткені әрине шын айту керек, нормативтік актыларда кейбір сөздер, кейбір терминдердің өздері тіпті халыққа, қарапайым адамдарға күрделі болып көрінеді, түсініксіз болып көрінеді. Бірақ әйтсе дағы да түсіндірме беріп, мысалдар келтіріп, талдап беру мемлекеттік органдардың құқықтық актілер туралы заңда көрсетілгендей мемлекеттік органдардың міндеттері болып саналады. Менен кейде студенттер сұрайды, студенттер айтады, кейбір балалар айтады, жастар айтады, мысалы үшін сұрайды. Осы жаңағыдай оқу бітіргеннен кейін мемлекеттік органға қызметке парасы кіріп кетуге бола ма деп. Әрине болады. Мен алдында да сабақта айтып кеткен, егер де жаңағыдай білім, жан-жақты жаңағыдай білім алған азамат болса, ол өзінің жаңағыдай тест тапсырған кезде, мемлекеттік қызметке тест тапсырған кезде жоғары көрсеткіштер алады әрине, өйткені интернеттен шығарып береді оны. Мемлекеттік қызмет туралы заңда көрсетілгендей, тесттен жақсы көрсеткіш алған адам, кандидат былайша айтқанда, ол сұхбаттасуға шақырылады. Сұхбаттасу демек конкурсқа барғанда да қойылған сұрақтарға жан-жақты, толық, объективті, соның ішінде мысалдар келтіріп, ұсыныстар білдіріп, жақсы жауап берген, толыққанды жақсы жауап берген жаңағыдай бұл жерде кандидат әрине ол сөз жоқ қызметке қабылданады. Осы бір жаңағыдай сұрақ көптеген студенттерді мазалайды әрине. Неге қызметке кірмей қаламыз деп. Егер де жақсы оқып, жақсы білім алып, жақсы даярланған, кәсіби жақсы даярлықтан өткен студент жастар болса, олар конкурстан да өтеді, тесттен да өтеді. Әрине мемлекеттік қызметке қабылданып та жақсы қызметтер атқаратын сөзсіз. Барлығы адамдарға байланысты. Сондықтан студенттерімізге, жастарымызға нұсқау ретінде айтқым келеді. Осы бастан жаңағыдай көбірек оқиық, жақсылап түсініп оқиық. Кейбір жастарымыз айта кету керек, бізде де мынау тез оқуға тырысады. Мен айтар едім, өзінің тарапынан кеңес бергім келіп отыр. Әрбір сөзді түсініп оқу керек. Әсіресе заңның баптарын түсініп оқу керек, талдап оқу керек, мысалдар келтіріп оқу керек. Сол кезде ғана ол түсінікті болады. Үнемі мысалдар келтіріп отыру керек. Кітаптарда, оқулықтарда әрине ғалымдар көбінесе кең ауқымдық жазып келеді тағы да, бірақ тұжырымдамасын жазады. Сол тақырыптың ішінде тұжырымдамасында біліп, соның маңайында, соның аясында жақсылап айтып, түсінікті етіп, мысалдар келтіріп кету керек. Жалпылай жақсы дайындықтан өткен, кәсіби дайындықтан өткен кез келген азамат мемлекеттік қызметке де, мемлекеттік аппаратқа да қабылданып, үлкен көрсеткіштер көрсетіп, халқымызда, елімізде, мемлекетімізде жақсы еңбек етіп жатқан жастарымыз қазір бар, өте көп. Адал өзінің еңбегімен, адал білімімен, былайша айтқанда жетістікке жетіп жатқан жастар қазір көп. Құрметті студент жастар, бүгінгі сабағымды аяқтаймын. Қорытындылап келген кезде заңнамалардың баптарын түсініп оқитын болайық, талдап, мысал келтіріп оқитын болайық. Мақсат тез оқып шығу емес, сол тақырыпты түсінуде. Көп рахмет сіздерге.